Kepkirim. Apay. Ал Төреш, дұрыс айтасың Төреш. Балабақшаға бұндай нәрселерді әкелуге болмайды. Және бұл чипсидің адам денсаулығына қандай зиянды екенін білеміз бе, балалар? Чипсидің қандай жаман қасиеттері бар екенін білеміз бе? Ендеше чипсиді зерттейміз қазір біз, иә ма? Чипсидің қандай зиян екенін бірге көретін боламыз. Менің қасымдағы тәрбиеленушілерім Елнұр, Төреш және мен Шашугүл. Ал енді балалар, чипсиді ақ қағазға саламыз. Елнұр, өзімізде енді жақсылап жейтін былай жабамыз. Қара Төрешке бірге жауып қатты басамыз. Енді бетті ашамыз. Не көріп тұрсыңдар, балалар? Май көріп тұрмыз, иә? Сонда бұл картопты неден жасайды? Картошкадан жасайды, иә, чипсиді. Картошканы сосын бұны майға қуырады екен, иә? Иә, бұл май біздің асқазанымызға көп зияны бар екен, иә? Майды көп мөлшерде жеуге болмайды. Енді чипсимізді алып суға салайық қане. Суға салайық. Стаканға саламыз, иә. Саламыз енді. Енді қасықпен былғаймыз бірге. Араластырамыз жақсылап. Болды, енді қасығымызды алып шығарамыз. Енді балалар, суды ішіп көрейікші. Не байқадыңдар? Қандай дәм шығады? Ащы, иә, дұрыс айтасыңдар. Бұл чипсиға сонда көптеген дәмдеуіштер қосады екен. Ол дәмдеуіштер біздің асқазанымызға зиянды нәрсе екен, иә? Жарайсыңдар, балалар. Чипсидің қандай зиян екенін көрдік қой, иә? Енді біз жемістерден чипси жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі жуылған таза алма, қазір кептіретін картондар, қысырғышымен бірге. Енді біріншіден алманы бөліп аламыз. Жұқалап алманың барлығын. Сендерге алманы кесуге болмайды, иә? Неге, балалар? Иә, пышақ ұстауға болмайды кішкентай балаларға. Қолымызды жарақаттап алуымыз мүмкін. Ал енді балалар, осы алманы мына картондарға жаймен жайғастырып кептіреміз. Бұл алмаларды жылы жерге кептіріп алуымыз керек екен. Сонда бұл дәмді әрі зиянсыз чипси жасаймыз. Осылай картонның бетін бірге жайғастырып, айналасын қыстырып қоямыз. Қараңыздар, картонның беті мынау кесілді. Алмаға ауа барып, бұл әдемілеп кебу керек. Енді балалар, мен үйден кептірілген алманы сіздерге алып келдім. Қазір дәмін бірге көретін боламыз. Қалай екен, балалар? Дәмді. Дәмді, иә? Кептірген жемістерін жейміз. Ал енді балалар, бүгін чипсиді, зиянды, зиянсыз тағамдарды зерттедік. Бүгінгі зерттеуіміз ұнады ма сіздерге? Иә.